Есіне түссе ғана Құдай керек болады. Есіне шаруа біткеннен кейін Құдай керек болмай қалады. Сондай. Адамдар Құдайды тек қана қиналған кезде еске алатын дәрежеге жетіп қалды адамдар. Шаруаң біткеннен кейін бар ғой, фтюң деп қайтадан. Келесі қадалғанға дейін келмейсің мешітке. Келесіде қадаласың ғой. Анау күшті болып кетеді кәдімгідей. Ай, бір жылап дұға қылып отырады, күш. Аллаға шүкір әкелді ғой дейсің. Ертең шаруа бітеді ғой. Фтюң қайтадан жоқ анау. Құдай ондай ойыншық емес. Қалаған кезіңде жәрдем сұрап тастак. Құдай ойыншық. Бір күні ойыныңды осып алады Құдай тағала. Мына бір ғалым айтады, сендер өздеріңше біз Алланың құлымыз деп айтамыз дейді да, бірақ құлдардың тірлігін істей алмайсың дейді. Көрдіңіз ба? Алланың құлымыз деп кімнің құлысың дегенде, Алланың құлымыз деп шығамыз да. Бірақ құлдың тірлігін істемейсің дейді, азаттың тірлігін істейсің дейді да.